Құрметті қатындар мен мырзалар, сіздермен бірге тез көке. Бүгін біз Дан да Дан анимесінің 2 маусымның 3 бөлімін қарайтын боламыз. Ең үздік комментарийлер видеоға кіреді, ал жазбай жүргендердің пілдері өспейді. Дәстүр бойынша ұрттарыңа құрт лақтырыңдар. Сонымен тура Сейко әженің үйінің ауласында төбелес басталмақ. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, эй. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Эй, Хотыбас, bir gel сюда нах. Эй, Хотыбас, bir gel пидорас. Толық жылдамдықпен Окарун басымен жаман көзді соғып өтеді. Үйдің сынықтарының қарғыс түрінде Джиджи шығады. Ол Окаруннан шайқасты жалғастыруды талап етеді. Ашкарбай ешкімді араласпауын сұрайды. Жақыннан келген жаман көз ашуланады. Окарун бас тартады. Өйткені ол өзін жеңіп қойдың деп есептейді. Жаман көз ызаланады. Окарун айлакер шарт сынады. Турбо мысық Момоға чопа-чом түсіндіреді. Окарун жаман көз құрбандыққа шалынған баланың аруағы екенін, тек біреумен ойнағысы келгенін аңғарады. Жоспар жынмен дос болу. Жаман көз трусиын шешеді. Окарун келіседі, аптасына бір рет онымен шайқасады, ал жын адам өлтірмейді. Джиджи есін жинайды. Манжиро Джиджидің трусиын алып сақтауға қалдырады, қоштасады да көлікке мініп кетеді. Сол сәтте Джиджидің ата-анасы келеді. Олар Сейко әжеге көмегі үшін алғысын айтады. Джиджи келтірген ыңғайсыздық пен қираған үй үшін кешірім сұрайды. Барлығы шығып кетеді. Айра мен Окарун да үйлеріне қайтпақшы. Момо Ашкарбайға бірдеңе айтпақ болады, бірақ қызғаныштан Айра олардың әңгімесін тоқтатады. Үйдің қирандыларының жанында тұрған Сейко әже немересімен соңғы ақшасына моншаға баруды ұйғарады. Қайтып келе жатып, әже мен Момо ақылдасады. Ақша жоқ, ал үйді қайта қалпына келтіру керек. Кері келгенде аулада Майнкрафттан шыққан сияқты бір түрлі роботты көреді. Сейко әже мен Момо оны теуіп жібереді. Бірақ ол Окарунның өтінішімен боксшы келген Людрис атты бөгде ғаламшарлық робот болып шығады. Боксшы түсіндіреді. Людрис арнайы құрылысшы робот, ол үйді қайтадан салып береді. Ол үшін ерекше наноблоктар пайдаланылады. Оларды кірпіш сияқты қойып, кейін кез келген пішінге келтіруге болады. Окарун бөгде ғаламдық технологияға таңғалады. Барлығы іске кіріседі. Наноблоктарды орналастырып, бұрынғы үйді жады бойынша құрастырады. Жұмыс аяқталған соң Момо Окарунды көмегі үшін алғыс айтады. Келесі күні таңертең Джиджидің ата-анасы Сейко әжеге жөндеуге көмектесу үшін жүк көлігімен құрылыс материалдарын әкеледі. Орынға жеткенде үйдің жаңа сияқты тұр екенін көреді. Сейко әже қатты ұйықтап жатыр. Момо мен Джиджи мектепке бара жатады. Жолда бала Момодан біреуге ғашық па деп сұрайды. Қыз ұялып қалады. Джиджиді мектептің қыздары қоршап, оған салқын айран ұсынады. Кенеттен бала жаман көзге айналады. Момо оны тезірек алып кетуге тырысады. Жаман көз мектептің балаларын футбол ойнап жатқанын көреді. Ыстық сусын таппаған соң Момо Джиджиді сыныпқа кіргізеді, өйткені сабақ басталып кеткен. Бала өте оғаш қылықтар жасайды, себебі жын қайда түскенін түсінбейді. Джиджи адамдарды турап ет қылғым келеді деп айғайлайды. Момо оны әртүрлі сылтаумен құтқарады, жай қалжың деп түсіндіреді. Үлкен үзілісте Момо барлық ыстық тамақ сатылып кеткенін көреді. Жаман көз хайуан сияқты жейді. Кейін Мико мен Муко Момоға жаңа өсек айтады. Бір тұрғын үй кешенінде ұшып жүрген алтын шарды көріпті деп. Майлы Ашкарбай аты Кинта Сакато оқуға бара жатыр. Мектептің алдында ол Окарун мен Момоның сөйлесіп тұрғанын көреді. Оқу күні бойы Кинта біздің Ашкарбайды аңдап мектеп ішінде көзге түспей соңынан ереді.
Майлы бірінші маусымдағы сәтті көреді. Момо мен Окарун кездейсоқ сүйісіп қалған кез. Кинта өзін красавчик деп санайды және ғылыми фантастикаға әуес. Бірақ ең қатты фанаты роботтар. Ол қызғаныштан өртеніп барады. Өйткені неге Окаруны Момо мен Айра сияқты әдемі қыздармен сөйлесетінін түсінбейді. Партаға жақындап Кинта Окарунды өзінің нөмірі бірінші жауы деп жариялайды. Сол сәтте Момо сыныпқа жүгіріп кіріп Ашкарбайға алтын шар туралы қауесетті Окарунның жұмыртқасы жайлы айтады. Кинта қызғаныштан өртеніп кетеді. Әңгіме сынып старостасы Саваки араласып Момодан балаларға оқуға кедергі жасамауын өтінеді. Сырт көзге бәрі Окарун үшін екі қыз жанжалдасып жатқандай көрінеді. Кинта бұл Ашкарбайдың неге қыздар арасында соншалықты танымал екенін түсінбейді. Ол назар аударту үшін бір түрлі қимылдар жасайды. Сабақтан кейін Окарун Момоға бұрын сыныпта ешкім онымен сөйлеспейтінін айтады. Енді Момомен араласқалы бәрі өзгергенін мойындайды. Қыз күліп мұны сүйкімді деп санайды. Екеуі алтын шар көрінген деген тұрған үй кешеніне келеді. Олардың соңынан Кинта еріп жүр. Майлы Окарунды қыздарға тартымды етіп тұрған нәрсені түсінуге тырысады. Кинта абайсызда аяғымен шелекке тиіп кетеді. Кенеттен көзге көрінбейтін күш Майлыны көтеріп тура Момоға қарай лақтырып жібереді. Окарун қарғыс түріне айналып дәлізде ұшып жүрген алтын шарды көреді. Ол Момомен бірге оны ұстауға тырысады, бірақ шар сырғып қашып, белгісіз күшпен басқарылып тұрғандай әсер қалдырады. Кинта есін жияды. Момо одан сөмкелерге қарауды өтінеді. Алтын шар баспалдақпен жоғары көтеріледі. Екеуі қуғынды жалғастырады. Кенет шар бұрылып Момо мен Окарунға шабуыл жасайды. Ол шатырдан қашпақ болады. Момо рухани қолдарын қолданады, ал Окарун шарды теуіп түсірмек болады. Бала жоғары секіреді, бірақ шар ұстатпай төмен қарай ұшып кетеді. Момо мен Окарун соңынан секіреді. Алтын шар тосын соққы жасап, екеуі құлап автотұраққа түседі. Момо мен Окарун шарды кім басқарып тұрған әлі түсінбейді. Олар Кинтаның айқайын естиді. Екеуі баспалдақпен жоғары жүгіріп, семізді құтқару үшін асығады. Момо құлап бара жатқан Кинтаны құтқарып қалады. Алтын шар тура оларға қарай ұшады. Кинта өзін батыр етіп көрсетіп алға жүгіреді. Олар шарды бірдеңе стелс камуфляж технологиясымен басқарып тұр деп түсіндіреді. Шар есікті бұзып пәтерлер арқылы қашпақ болады. Кинта соңынан жүгіреді. Момо балкондар арқылы алдын кесіп мөлдір силуетті көреді. Қыз оны рухани қолдарымен ұстап алады, ал Окарун жылдан соққы береді. Кинта пантовация етіп стелс камуфляж технологиясының қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді. Окарун мен Момо жерде жатқанды көреді. Ол Кайдзю. Енді ол көрініп тұрғанымен алтын шар керісінше жоғалып кеткен. Кинта Окаруннан Момо сияқты қыздарды қалай сындыруға болатынын сұрайды. Осы сәтте Кайдзю Годзилладай алып қайналады да ашулы күйде түседі. Бір соққымен құбыжық ғимараттың жартысын қиратады. Окарун бұл 100% бөгде ғаламшарлық Кайдзю екенін айқайлайды. Үшеуі көшеге қашады. Құбыжықтың ырылын Айра мен Джиджи естиді. Оларға қарсы Момо, Окарун және Кинта жүгіріп келеді. Арттарынан Кайдзю қуады. Майлы Кинта құлап түседі. Момо мен Окарун оны құтқарып қалады. Қарғыс алған кейіпке еніп, Айра Джиджиді Майлыны құтқаруын өтінеді. Момо мен Окарун жүре жоспар ойлап табуға тырысады. Ұзын шашын пайдаланып, Айра Кайдзюға шабуылдайды. Қыз құбыжықты құлатпақ болады, бірақ Годзилла лазер атады. Окарун бұл Кайдзю сөзсіз бөгде ғаламшарлық деп сенеді. Айра қайта шабуылдап, құбыжықтың бейітін машинамен ұрып тастайды. Құрбысына қалыспау үшін Момо басқа машинаны Кайдзюға атады. Құбыжық құйрығымен соққы береді. Шашымен ілініп, Айра оған мұнаралы кранды құлатады, бірақ құбыжық қызды ұстап қалады. Момо Кайдзюдің назарын басқаға бұрады. Айра босанып шығады. Окарунның үстіне мініп, Момо қолына түскеннің бәрін құбыжыққа лақтыра береді. Кайдзю электрлік лазер қолданады. Окарун бұл Кайдзю ғарышта тірі қалған динозаврлардың ұрпағы шығар деген теория айтады. Айра сальто-фальто жасап, құбыжықтың назарын өзіне аударып әкетеді. Момо рухани қолдарымен электрлік лазерді тосып алып, оны Кайдзюға қайтарады. Айра құбыжықтың жоқ болғанын байқайды. Момо Кайдзю көрінбейтін бола алады деп айғайлайды. Окарун Айраны құбыжық соққысын құтқарып үлгереді. Қыз қайтадан қарғыс алған кейіпке енеді. Кайдзю оған
астан қуатты лазер жібереді. Осы уақытта Джиджи Кинтаны көтеріп алып жүр. Майлының суық тер тамшысы балаға тамады. Джиджи зорға жаман көзге айналуын басып қалады. Кинта шокта, алдында жын тұр. Ашулы жаман көз бар күшімен рюкзакты лақтырады. Кинта оған Момо бәрін кейін үйіне жинаймын дегенін ескертеді. Кайдзю Айраны өлтірмек болады. Окарун толық жылдамдықты қолданады, бірақ бүкіл қарғыс энергиясын сарқып қояды. Момо достарын рухани қолдарымен құтқарып қалады. Сол сәтте жаман көз лақтырған рюкзак ұшып келіп Годзилланы сөндіріп тастайды. Достары үйлеріне келеді. Қуанышта Айра Окарунды құшақтап бірден Момомен жанжалдасады. Сол мезетте жаман көзбен Кинта жетеді. Жын Окаруннан төбелес талап етеді, бірақ бүгін сейсенбі емес. Момода ой пайда болады. Егер Джиджиді Годзиллаға қарсы қолдансақ ше? Бірақ Окарун қарсы. Годзилла қаладан өтіп Момо мен Окарун қашқан жаққа қарай келеді. Көп ұзамай Кинта көкжиектен Кайдзюді көреді. Ол тура оларға жақындап келеді. Окарун үйді жөндеуге пайдаланған нано кубтарды қолдануды ұсынады. Кайдзю жақындап келеді. Окарун түсіндіреді. Нано кубтар негізінде нано машиналар. Олар ойдың электромагниттік толқындарын ұстап алып, кез келген формаға айнала алады. Әрқайсысы өз ойына беріліп кеткендіктен үй қисайып шайқала бастайды. Сол кезде робот фанаты әрі задрот Кинта іске араласады. Ол ой күшімен үйді темір механизмге айналдырады. Бәрі айналасына трансформацияланады. Джиджи, Момо, Кинта, Окарун және Айра бәрі басқару кабиналарына түсіп қалады. Кинта Оптимус Прайм жасағысы келген, бірақ іске Момоның ойлары араласып кетіп, оларды алып Будда робот пайда болады. Кабиналарда отырып бәрі қалай басқаруды білмейді. Айналада түймелер мен тұтқалар толып жатыр. Годзилла тура оларға қарай келеді. Жастар қорқып бәрін ретсіз басып шығады. Оптимус Будда түсініксіз қимылдар жасап құлап қалады. Кайдзю қатты хайкик жасап роботты ұшырып жібереді, бірақ құбыжық оны аяғынан ұстап қалады. Окарунның катапульта жүйесі іске қосылады. Кайдзю Будданы таптап лазермен атқылайды. Жаман көзі сыртта қалып қояды. Джиджи құбыжықтың аяғын көтеріп оны құлатады, бірақ өзі де ұшып кетеді. Екі пацан Кайдзюдің роботты таптап лазермен атқылап жатқанын көреді. Кинтаға ақыры Оптимус Будданың басқаруын түсіну сәті түседі. Я катаюсь по Медикулова. У меня 300 такая, тут давит. И кино мой брод, все цедит. Смотрите все, я еду вверх. Смотрите все, я еду вниз. У меня лосин, дёрок и мутка. Только круиз, лезет, лопаюсь. Вся продучка, вся подачи. Один обман, то направлен в их сторону. Это не машина, это целый город. Мектепте барлығы Кинтаны роботтарға әуестігі үшін ақымақ әрі задрот деп ойлайтын. Өзін және роботтарға деген сүйіспеншілігін қабылдаған Кинта бала күнгі арманын орындалғанына қуанады. Ақыры ол нағыз жауынгер роботты басқарып отыр. Қалада Кайдзюмен шайқас жалғасады. Годзилла көзге көрінбейтін болып жойқын соққылар жасайды. Бірақ Кинта нано кубтарды қолданып роботты шексіз жөндеп әрі түрлендіруге болатынын түсінеді. Сөйтсе роботты басқарып отырғандардың қабілеттерін де пайдалана алады екен. Осылайша Айра мен Момо да шайқасқа қосылады. Шашымен және рухани қолдарымен Кайдзюді байлап биіктен жерге лақтырады. Жеңілген құбыжық күрт кішірейіп кетеді, ал робот қарапайым өлшемге қайтарылады. Айналадағы адамдар түсініксіз құрылымды суретке түсіріп жатыр. Бұл робот па, НЛО ма, әлде құбыжық па, ешкім нақты білмейді. Ой қуаты мен нано кубтарды пайдаланып Кинта үй трансформерді қайтадан ауласына әкеліп қояды. Окарун халықты жарып өтіп асфальтта ес-түссіз жатқан Кайдзюді көреді. Ғимараттың төбесінде тұрған жаман көз айғайлап тұр. Окарун ыстық мантыларын қолданып пацан қайтадан Джиджиге айналады. Екеу Кайдзюді ұстап алып қаладан алысқа тура Сейко әженің ауласына апарады. Осы жерде үйден шыққан Кинта өзінше мақтанып, құбыжықты қалай әдемі жеңгенін айтып тұр. Окарун алтын шар Кайдзюдің ішінде сияқты екенін, оны жарып алып шығу керектігін түсіндіреді. Пацандар мұны қалай істеу жайлы ақылдасады. Окарун Кайдзюдің аузына үңіліп, оның шын мәнде костюм екенін байқайды. Ішінде Бамура атты ғарыштық қыз болып шығады. Сол сәтте Момо мен Айра да үйден шығып, бейтаныс қыздың Окарунды сүйіп жатқанын көреді.
Солай достар, егер біздің видеоларымызға лайк басып, комментарий жазып, қазақша контентті қолдаңыздар. Айтпақшы таза піл денсаулықтың кепілі. Қарағандарыңызға рахмет. Қоштаспаймыз.